Ассалаумағалейкум бауырлар, алдарыңызда легендарный BMW E34 автокөлігі. Мынаның тұрсын қарасаңыздар, серебристый металликсегі узкая морда 1993 жылғы капотының астында М54 3 литрлі бензин мотор қозғалтқышымен, артқы жетектегі өзіне жарасында титандық дискілермен, алдыңғы жарық шамдары толықтай хелла туманкалармен. Витті қарасаңыздар, ағайындар, вит деген жатыр. Жас жігіттердің, жас қыздардың арманы болған автокөлік. Бұл автокөлікте толықтай мотор коробкасы толықтай идеал. Мотор ешқандай май жемейді, май түтетпейді. Любой проверка келесіздер, қарай берсеңіздер болады бұл автокөлікте. Жоғарғысында люк жақсы жұмыс жасап тұр автокөлікте. Өзіне жарасында титандық дискілермен, 4 доңғалақтарында зимний баллондары салынған автокөлікте. Ал мінекей ішкі салондары да жақсы. Толығымен әдемі жақсы чехолдары салынған, 5 сатылы механика, екі жақта стеклоподъемниктармен. Автокөліктің сыртқы кузовы да жақсы. Артық бір қалың жағылған, шпаклевка жағылған жерлері жоқ автокөлікте. Ал мінекей артқа стоптары өте тамаша. Егер де сіз өзіңізге осындай BMW E34 іздеген болсаңыздар, бір вариант ретінде келіп қарасаңыздар болады ағайындар. Мінекей артқы орындықтарда толығымен жақсы, есіктердің обшивкалары да толығымен таптаза. Легендарный BMW E34 автокөлігі. Ал мінекей жас жігіттерге бұл автокөліктің бағасы қанша дейтін болсаңыздар, 2 миллион 790 мың теңге, алғашқы жарнасы 10%-дан бастап, жақсы варианттағы BMW E34 автокөлігі. Сүйегі таза десем де болады, асты ешқандай шірік жоқ, алдынан ешқандай удар болмаған, артыда толығымен таптаза бауырлар. Өзінің оригинал запаскілері, күштері толығымен қамтамасыз етілген. Одан кейін BMW G30 ал мінекей алдарыңызда 2017 жылғы капотының астында B48 2 литрлі Twin Power турбо қозғалтқышымен, толықтай жарық шамдарымен, 20-лық титановый дискілермен өзіне жарасында. Сыртқы кузовтары өте тамаша. Корея елінен келген 360 камера толықтай қамтамасыз етілген, проекция, жоғарғысында люк, есіктеріне бесключевой доступтармен, 8 сатылы автомат коробка, черный кожа, Recaro орындықтармен, плавающий сиденье, 4 жақты стеклоподъемниктармен. Енді бұл автокөлікте де сөз жоқ ағайындар. Бұл автокөлікті алу үшін өздеріңіздің ескі автокөліктеріңізді алып келіп, трейдинг бағдарламасымен ауыстырып алсаңыздар болады. Мінекей BMW дейтін жігіттер чисто BMW дейді, BMW-ден кейін BMW-ден кейін BMW-ге секіреді ғой мінекей. Олар ешқандай Toyota, Lexus айдай алмайды. Қытайдың машиналарын айдай алмайды. Олар чисто осындай BMW-мен ауыратын жігіттер, чисто BMW дейді ағайындар. Өте тамаша, сыртқы кузовтарда, ішкі салондарда, мотор, коробка толығымен идеал бұл автокөлікте де. Бағасы 17 миллион 490 мың теңге. Өте тамаша деп айтсам да болады. Капотының астында ешқандай жерінде жұмысы жоқ, ешқандай детальна шпаклевка жағылмаған, Кореядан жақында келген автокөліктің бірі бауырлар. Ал мінекей серебристый металлик түсегі 34 іздеген болсаңыздар да